Алла айтады, мен сендерге берген нығметті сендер шүкір ете алсаңдар, рахмет ете алсаңдар дейді, сол сезіне алсаңдар, яғни қадіріне жете алсаңдар, онда мен сендерге арттыра беремін дейді Алла айтады. Құранда уәдесі бар Алланың. Көрдіңіз ба? Мынау хадис құдсида келеді. Хадис құдс деген сөзі Алланыкі, пайғамбардың сөзімен жеткізеді. Мысалы, пенде мынаған қуанған кезде, Аллаға шүкір еткен кезде Алла айтады деген, сен осыған да қуанып жатсың ба? Сен бұдан да мықты білмейсің ғой деп, саған көрсетейін қуанып не нәрсе екен деп, бұдан да мықтысын саған береді дейді Алла. Сен кәдімгі кішкене нәрсеге қуанып соған шүкір етіп, Алла деп жылап жатсың ғой. Сен білмейді екенсің, бұдан да мықты нәрсе бар екенін білмейді екенсің пендем деп, оның да дәмін таттырады дейді да. Сен оның дәмін таттырып, тағы да сен шүкірлік қылған кезде, өткен сен шүкір қыласың, мынаны еске алған кезде бірақ. Баяғы кішкентай нәрсең бар еді ғой, негізсің бар еді. Осылай екен да. Сонда әрдайым сол Алланың берген нығметтерін, жеткен жетістіктің әрқайсысын бағалап